Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен керемет болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші біз апара жасаймыз. Су, сүтті араластырып, қант салып, дрожжи салып, 15 минут бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызға біраз қасық тұзымызды салып, бір жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құйып, жаңағы дайындап қойған апарамыз уже дайын болды. Мінекей осындай апара дайын болады. Ұнымызға үстіне құйып, жұмсақ тесто илейтін боламыз. Бұл тесто жұмсақ болады. Тестоны алдымен басы біріккенше ыдыста илейміз, кейін стол үстіне тестомыздың барлығын біріктіріп алғаннан кейін стол үстіне салып илейтін боламыз. Қолымызға жабысқақ болады, сіздер одан қорықпаңыздар. Артық ұн, май ештеңе салмаймыз. 7-10 минуттай илей береміз. Жұмсақ, әдемі қамыр шығады бізде. Мінекей біз 7-10 минут иледік. Міне қолымызға жабыспайды. Жұмсақ қамырымыз шықты. Енді ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Тестомызды дайын болды. 40 минуттай тұрды. Көріп тұрсаңыздар, тестомыз міне 2 есе көтерілді. Тестоны стол үстіне ұн сеуіп, ыдысымыздан түсіріп алатын боламыз. Бөлшектерге бөліп, тестомызды жайып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып аласыздар. Қолымдағы бауырсақ кесетін кескішпен осылай домалақтап, бауырсақтарымыздың барлығын кесіп алатын боламыз. Бұл кесіп алған бауырсақтарымызды салфетканың үстіне қойып, 10-15 минуттай қойып қоюларыңызға болады. Бұл тестомыз көлемі біраз ұлғаю керек, көтерілу керек. Сол көтерілген кезде майымызды қыздырып, сковородкамызға бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Мінекей менің бауырсақтарым уже көтеріліп дайын тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай көлемінде көтерілсе жақсы болады. Ендігі кезекте сковородкамыздыға май құйып, майымызды қыздырып, бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болады. Өз пештеріңізге қарай регулировка жасап, бауырсақтарыңызды орташа отта пісірсаңыздар жақсы болады. Өйткені майымыз қатты қызып кетсе де, бауырсақтарымыз қызарып кетеді. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын. Рецепт ұнап жатса, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Динара. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.